Сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатын жолын көрсететін боламын. Назарымызды тағы да сол хайп проект ADF деп аталады. Бұл жақта біз табысты өзіміздің қалтамыздағы ақшаны сала отырып күнделікті дивиденда алып отыратын боламыз. Бар болғаны бұл жақта минимальный выплата $3.09, яғни $3.09 құйсаңыздар, сіздер күнделікті дивиденда алып отыра аласыздар. Қанша дивиденді десек, яғни мен қазір $9 құйған болатымын. Соның арқасында мен қазір Web20 USDT адресті таңдаймын. $1.56 күнделікті дивиденді шешіп отыруға бір мүмкіндігім бар екен. Сондықтан достар, қазір сіздердің көздеріңізше қазір бірден бұл жақта ақшаны шешіп сіздерге көрсетейін. Ол үшін $1.56 деп жазамын. Web20 USDT таңдаймын. Так, менде USDT, одан кейін BSK, яғни Binance Smart Chain'ді таңдаймын. Скопировать етіп аламын, қоямын. Пароль, бастапқыда регистрация өткен, пароліңізді енгізесіз. Біз ақшаны сәтті шығардық, енді счетқа түсемін, түспеймін, оны бірге көретін боламыз. Міне, қайтадан счетым $3.9 түсті. Бұл құйған ақшаңыз сізді заморозкада қалатын болады. Енді бастапқы құйғаннан кейін сізге окупаймыз жасау керек, яғни $1.56 обратно шешіп жатып, сіз 3-4 күнде қайтадан $4 обратно қайтаратын боласыз. Одан кейін уже плюсқа шығатын болады. Получается, біздің мақсатымыз бұл жақта бұл жоба 4 күн істеу керек. Минимально 4 күн істесе болды, уже біз плюста болатын боламыз. Енді бұл жақта егер ақша құятын болсаңыздар, қалай ақша құямыз десеңіздер, бірінші регистрация өту керек, әрине. Сілтемесін описание қалдырып кетемін. Одан кейін ақша құю үшін перезарядка деген түймені басасыз. Мына жақта $3.20 USDT немесе Web20 таңдайсыздар. Өздері қандай адрес кошелек арқылы жібересіздер, соны таңдайсыздар. И осы адрес кошелекқа сіздер бана $3.9 жіберетін боласыздар. Ровно достар, $4 емес, $3.8 емес, именно $3.9 жіберу керексіздер. Комиссияны есептемегенде. Солай құясыздар, және де мына жақта задача деген басасыздар, и күнделікті задачаны басып отырып, сіздер тапсырманы орындай арқылы дивиденді алып отырасыз. Совершенный деген кірсек, мен бүгін ғана $1.56 алған боладымын. Мына счетымызда абынай кетіп көрейік, қазір ақша түсті ма, түспеді ма, бір қарап жіберейік. Я, мына $1.56 сәтті келіп түскен екен, қарасақ, мына счетымызда жатыр. Значит, достар, бірінші күн төленді, енді қалған 2 күн төленсе, уже мен құйған ақшамды обратно қайтарып алатын боламын. Достар, арна түркелді ұмытпаңыздар, сіздерге интернеттен қалай ақша табу жолдарын көрсетіп жүрмін. Әрине өздерінің партнерский программасы бар, үш сеточныйдан құралған. Бірінші левел бізде 11%-ді құрайды екен, екіншісі 2%, үшіншісі 2%. Сұрақтарыңыз болса комментария жазып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша достар.